мынандай солд деген белгі қояды. Бұл жердің иесі бар деген сөз, және жақын арада құрылыс басталғалы жатыр. 201, 207, 209 қысқасы конструкция сияқты құрай саласыздар. Сонда ламинаттың астына, бетонның үстіне осыны төсейді екен. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Мына келіп жеткен әз наурыз жаңа жылымыз құтты болсын. Сонымен бірге ораза тұтқан ағайынға тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Алла тағалам қазақ еліне үлкен жақсылықтар алып келсін деп тілейміз. Өткен аптада шығаратын апталық видеомды жіберіп алдым. Оған әрине кешірім сұраймын. Басты сылтауым әрине ораза. Ауызашардан қол тимей кетті. Және сонымен бірге бізде бір көшіп қонып жатқан жайымыз бар. Сонымен біраз уақытты тығыздығына байланысты бір аптаның видеосын жіберіп алдым. Бірақ болашақта оның орнын тезірек қалпына келтіріп толтыруға тырысамын. Енді видеоларды мен комментарийлерді өзім қарап оқып отырамын. Сонда ең көп қаралған, ең қызық, көп сұрақ қойылған видео ол осы Америкадағы құрылыс, яғни жер үй мәселесі болды. Сол кезде көптеген сұрақтар туындады, яғни адамдар бұл материалдар қандай материал пайдаланады, өлшемін айтшы, неге сенің қолыңда метр жоқ, неге сен сантиметрмен нақтылап айтып бермесін деген сияқты әртүрлі енді сұрақтар болды. Сол олқылықтың орнын толтыру үшін мен бүгін қайтадан сол жаңа құрылыс алаңына келдім. Міне ағайын, салынып қойылған құрылыс басына да келдік. Біраз күн салқын болғанмен төбеден қатты күн тұрғандықтан мен көзілдірік киіп жүремін. Бұған әрине айып етпеңіздер. Енді кез келген жерді сатып алғаннан кейін, мысалы мен келіп мына жерге үй салатын болып сатып алсам, мынандай солд деген белгі қояды. Бұл жердің иесі бар деген сөз, және жақын арада құрылыс басталғалы жатыр деген белгіні білдіреді. Және сонымен бірге, егер құрылыс басталып қойған жағдайда мынандай белгі қояды. Міне, мынау яғни қандай компания құрылысты жүргізеді, және ол құрылыс қанша уақыт созылады дегендей бүткіл ақпарат болады. Енді қазір құрылысты жүріп жатқан кезеңімен мен бөліп көрсетуге тырысам. Жалпы міне кез келген жердің құрылысы мынандай канализация, яғни жер енді құрылыс басталып жатыр. Мына тұрған канализация. Жарық және жол барлығы осы араға келтірілген. Мысалы қарап отырсыздар, көше, асфальт. Міне мына үйді сатылып кеткен екен, сатылды деген белгі тұр. Мынау әр үйдің міне шекарасы. Осы жерді тегістейтін кішігірім тракторлар сияқты. Енді бұл міне артында тұрған дайын панельдер, міне көріп отырсыздар. Осы панельдерді құрап мынандай үйге айланып шыға келеді екен. Сонда мен басында ойлағам, бұларды панельдерді мына сыртындағы қаптама USB-ларды өздері қолмен қағады деп. Бұлар көп олайда істемейді екен. Дайын панельді номерімен құрап шыға салатын болып тұр. Өлшеп көрейік, бұлардың жалпы өлшемдері қандай екен. Өткенде көп адамдар, көп сұрақтар өлшемдері туралы болды. Бірақ мен өлшемдері туралы ақпарат бере алмаған едім, себебі қолымда метр болмаған. Бүгін қолымда метр бар. Қазір соны өлшеп шығайын. Өлшем жүргізетін болсақ, міне мына каркастың қаңқасы 3,5 инч екен. Міне 3,5 инч көріп тұрмын. Енді менің құрылысшы болмағандықтан терминдерімізді сөге жамандамаңыздар. Өткенде комментарийде бір азаматтар жазып жатты, құрылыстан мүлдем хабарым жоқ деп. Иә, менің құрылыстан мүлдем хабарым жоқ, себебі мен басқа саланың маманымын. Ал мына сыртқы USB-ның қалыңдығы ол 0,5 инч. Және бұл қаптама, мынау енді білмеймін, USB деп аталатын шығар, Қазақстанда USB дейтін сияқты болған. Бұл өте қатты материалдан жасалған екен. Және бұл менің ойымша, бұлар терезелерді ойып жүрмес үшін осындай дайын қылып әкеледі. Егер терезе емес жерлері болса, мынандай құр қаңқаны алып келетін сияқты. Бұлардың да әрқайсысы номерланған. Жан-жағын өздері қолмен қаптайтын сияқты. Міне қарасаңыздар, қаңқа 241 дейді, 23, 17. Мынандай дайын қаңқа каркастар міне. Әрқайсысының номерлары бар. Мысалы мынау B220 дейді, B221, яғни жоспар бар. Осылай міне plate area дейді. Тіпті міне билдер қандай компания салып жатыр,
Вирджиниядан келеді екен. Қысқасы бұның барлығы былай номерланған. Міне қарасаңыздар, 201, 207, 209, қысқасы анау конструкция сияқты құрай саласыздар. Тағы қандай материал көріп тұрмын? Әрине мынандай жеке ағаштар жатыр, әртүрлі тақтайлар жатыр. Мысалы мынау тіпті көрініп тұр, боялған, өңделген ағаштар екені. Мысалы мынаның түсі міне басқаша болып тұр. Бұл өңделген, мысалы мынау жасыл, бұл су өткізбейтін, яғни химиямен өңделген деген сөз. Мына жасыл ағаштар, бұл яғни сыртқы құрылысқа өңделіп дайындалған ағаш деген сөз. Мысалы мына тұрған, бұның да қалыңдығы сондай 3,5 инч. Міне мынау жаңағы үйдің сырты, егер қаңқасы жай қаңқаның сыртына ұратын ОСБ материалымыз міне тұр. Subfloor дейді. Мынау не деген? Бұл қызыл жерге бетонның үстіне төселетін ағаш екен. Ламинаттың астына, бетонның үстіне осыны төсейді екен. Тегіс болу үшін міне мына қызылды бетонның үстіне төселеді. Мұнда міне 2-де 4 дейді. Мына әрине өлшемі 2 инчте 4 инч. Мына ағаштардың барлығы 5-те 10-дық ағаштар. Бұл ағаштар өңделмеген екені көрініп тұр, себебі жасылға да боялмаған, қызылға да боялмаған. Бұл кәдімгі ағаштар. Барлықтың маркировкалары. Келесі кезең ретінде мына үйдің ішіне кіріп көрейік. Яғни міне қаңқалар тұр. Жаңа өлшемдерін бердім сіздерге. Осылардан құрап бастап жатыр. Міне мынандай үй шығады. Қазір осы үйдің ішінде көрейік. Жалпы қалай ұстатады екен, немен, қандай шегемен немесе темірмен бұрайды екен, соларды көрейік. Міне көріп отырсыздар, жаңағы 5-те 10-дықтарды фундаменттің үстіне қойып шыққан, және оларды мынандай ОСБ-мен қаптаған. Міне төбедегі бел ағашты көріп тұрсыздар ғой, қалай істегенін. Мен енді Қазақстаннан білем, мысалы монолит құймайтын 2 қабат үй салғысы келген адамдар бел ағаштың ұзындығымен ғана бөлме болатын. Бел ағаш жетпесе, ол бөлмені соза алмайтын. Қазір міне сіздерге өте жақсы идея. Мүмкін бұл технологияны Қазақстанда пайдаланатын шығар, бірақ мен пайдаланғанын көрмедім. Міне мына тұрған ұзын-ұзын бел ағаштар. Олар қолдан жасалған, ешқандай да бүтін емес. Мына ортасы ОСБ, екі жағы, яғни рейка сияқты ағаш, оның өзі бүтін ағаш емес, прессованный ағаш. Яғни клейге отырғызылған. Олардың мына бел ағашқа пайдаланған материалдың өлшемі 2,5 сантиметрде 5 сантиметр. Ортасы ОСБ, төбесінде дәл сондай 2,5-де 5 сантиметрлік ағаш. Сөйтіп, міне көріп отырсыздар, бұл ұзыннан ұзақ кетеді, ешқандай не жоқ, тоқтатудың керегі жоқ. Осының қаншалықты ұзын болса да істей бересіздер, және осыған қарай сіздердің бөлмелеріңіз ұзара береді. Мына үй 2 қабат үй болуы мүмкін. Мен жоспарын көрмедім. Себебі міне мен 2-ші қабаттың терезесін көріп тұрмын. Міне жоғары қарасаңыздар, мына 2-ші қабаттағы терезе, ол не деген сөз? Бұл үй 2 қабат. Мысалы мына үйдің ішкі перегородка дейді ғой, ортадағы кереге, мен солардың өлшем бірлігін берейін. Бұларда 1,5 инч, былай қарай 5,5 инч. Бөлмеде бірнеше терезе бар екен. Терезелердің қалыңдықтарын да көрейік. Ал мынау арт жаққа шығатын балкон сияқты. Терезенің де сол қалыңдықтары стандарт. Былай қарай 4-ке жуық, былай қарай 2-ге сәл жетпейді. Сіздерге материалдың тағы бір фундаментті көрсетсем деп ойлап тұрмын. Бұлар жалпы фундаментті қаншалықты бетонды құятындықтарын өткенде көп адамдар сұрап жатты, фундаменттің биіктігі сыртқа қаншалықты болады деп. Қарасаңыздар, міне жер су басып жатыр. Ар жағы мынау гараж. Мына бөлме, міне мынау үлкен болып тұрған бұл гараж, 2 көлікке арналған, бұл гаражға кіретін. Менің көріп тұрғаным тіпті бетонның мынау мен көріп тұрған қалыңдығы 4 инч. Бұл ағаштарды көріп отырсыздар, мындай анкер сияқты мындай болттарға отырғызып қойған. Тағы да бір дүние көрсеткім келіп тұр. Бұлар тек қана фундаментті құя салмаған, фундаменттің сыртын мынандай материалмен қаптаған. Міне фундамент, міне тұр, фундаменттің сыртында мынау, қалай айтсам болады, су өткізбейтін материал.
мына жерден анық көрсеңіздер болады қандай материалмен фундаментті жапқандарын. Міне мынау пенопласттан гөрі қатты, мынау міне пенопласттан гөрі қатты материал, сырты фольгасы бар. Міне мынау фольга барлық фундаменттің сыртын осындай материалмен қаптап шыққан. Меніңше бұл жылы болсын деп істелінген болу керек. Тағы да бір мән беретін дүние, бізде, менің білуімше, Қазақстанда үйді салып болғаннан кейін монолит құямыз үйге. Ал мұнда үй салынбай тұрып бірінші жерге монолит құяды. Яғни бүткіл жер монолит құйылып болғаннан кейін ғана үй салынады. Алдында мен сұрағам, неге мынандай бетондардың арасы мынандай бөліп құйғансыңдар деп. Ол сынып кетпес үшін деп түсіндірді. Ол нагрузка түскен кезде осы сынық сызықтармен кетеді. Яғни бүтін үлкен бетон болса, ол шытынап кетуге, сынып кетуге әзір тұрады. Сондықтан бетонды біз сондай тесіктермен құямыз деді. Оның нақты көрсететін мына жерден көрсетуге болады. Міне арнайы далада енді жүк көп түсетін болғаннан кейін осылай қылып істеген. Мынау міне Америкада қандай ағашқа, қандай яғни саморез дейді ғой, сол материалдар пайдаланатыны 3/6 127, яғни 12 сантиметрлік. Бұл мынандай темірлер екен, ағаштарды бір-біріне байланыстыратын. Міне көрініп тұр солар. Міне жарық келіп тұр, үй міне салынып енді бастап жатыр, бірақ жарық барлығы тұр. Бұл әрине алдын ала жасалатын дүние. Егер жер алаңына мынандай жарық келмесе, ешкім бұл үйді салуды бастауға тіпті рұқсат та бермейді. Мынау енді кішкене біткен үйдің ішінде тұрмыз. Өздеріңіз қарасаңыздар, мен қазір бұл үйдің гараж бөлмесінде тұрмын. Яғни мұнда артымда 2 көлікке арналған гараж, яғни көлік осы үйдің ішінде болады негізі. Және мына ағашты көрдіңіздер ме? Түсі басқаларға қарағанда қапталған. Және міне мына жерде де көрініп тұр, бұл жай ағаш емес, бір прессованный, бір арнайы боялған ағаштар тұр. Менің ойымша, бұл гараждың есігі Америкада былай ашылып жабылады ғой өзі. Сол кезде оның салмағы бар, көтеріле түседі дегендей. Меніңше, сол үшін гараждың төбесіне бір арнайы ағаш пайдаланатын сияқты. Өте қатты ағаш, мүмкін емен сияқты ағаш шығар. Су өтпес үшін мынандай жылтыр материалмен қаптайды екен. Бұл өзі жыртылмайтын, целлофан емес, бірақ қағаздан қатты бір материал, бірақ қағаз сияқты жырту мүмкін емес, өте қатты. Бұл сол су кіргізбейтін материал. Мынау енді жаңағы қарағанда төбесі жабылған. Міне енді анық көріп тұрған шығарсыздар төбесін, белағашты қалай жасағандары. Дәретхана, судың құбырлары. Енді мына құбыр қандай пайдаланған екен, оны да көрейік. 4-ге жуық. Қазақстанда көбінесе білем, монолит құйғаннан кейін баспалдақ тас болады ғой, енді бетон. А бұл жерде баспалдақты былай жасайды екен, пресстелген ағаштан жасалады. Мен бұны сіздерге өлшемін берейін. Бұл 1 инч, яғни 2,5 сантиметр. Баспалдақтың биіктігі 7 инч, қалыңдығы 11 инч. Жан міне қалай жасаған көріп алыңыздар, егер қызыққан. Және астынан көрсетейін қалай істегендерін. Жанын неге екен, фольгасы бар фанермен істепті. Астынан қарағанда міне мынандай болып тұрады екен. Баспалдақ туралы толық ақпарат алдыңыздар деп ойлаймын. Біз міне 2-ші қабатта жүрміз. 2-ші қабаттың жері сол бағанағы шеті қызыл ОСБ-мен қапталған. Енді ағайын, міне 2-ші қабаттың төбесін көрсетейін. Яғни шатырды бұлар қалай жабады екен. Бағана естеріңізде болса, бір ОСБ материал болды ғой, іші қызыл, іші мынандай жылтыр болды. Сол кезде мен айттым ғой, мына іші жылтыр, не үшін пайдаланады екен деп. Мен енді түсіндім, не үшін екен. Көрсеңіздер, міне шатырға сол материалды пайдаланады екен. Яғни ОСБ 2 жағы мынандай фольгамен қапталған. Ол не деген сөз? Радиация дегенді оқып болдым. Бұл күн өткізбейді. Яғни төбеден күн түскен кезде мына фольгасы бар ОСБ күнді ары қарай не істейді, және радиациясын үйдің ішіне өткізбейді деген сөз. Бұның іші де, сырты да осындай фольгамен қапталған. Міне анығырақ көрінді ме? Бағанағы сіздерге
көрсеткен материал осы сыртта тұрды ғой, іші сырты фольга, қарасаңыздар міне шатырға соны пайдаланады екен. Қандай ағаш пайдаланады екен төбеге? Бұның өлшемі бұл 2 инч. Былай қарай 6-ға жуық. Және ортасындағы біріккен жерлерін мынандай темірлермен ұстатып қояды екен, міне бір-бірімен айқасқан жерлерін ағаштардың. Бүгінгі видеомызды сыртқы құрылыс материалдарымен аяқтағым келіп тұр. Енді келесі екінші бөлімде құрылыс барысында пайдаланылатын ішкі жұмысқа пайдаланатын материалдармен таныстыратын боламын. Себебі ішкі және сыртқы құрылыс материалдарын қосатын болсам, менің видеом өте ұзарып кетейін деп тұр. Осы қазақ тілінде ана тіліміздегі контентті қолдау барысында маған бас бармақтарыңызды басып жіберіп, каналға жазылсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Ол YouTube алгоритмінде осы біздің ана тіліміздегі контенттің жоғары қарай көтерілуіне және менің каналымның дамуына үлес қосады. Ал егер каналыма жазылған адамдардың саны артқанын көрсем, мен аптасына бір емес, 2 видеоға дейін түсіре алатын мүмкіндігім бар. Яғни 2 видео көргілеріңіз келсе, жазылыңыздар және достарыңызға, туған туыстарға осы видеоны таратыңыздар. Қай жерде жүрсек те қазақ тілінде сөйлеп, қазақ екенімізді мақтан тұтайық ағайын. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.